бір халқының адалетлі айдуты, зұлымге оғырғанларыны қорчалаған, фукарелерге ярдым еткен қараманы бар. Орта асыр İngiliz халк балладаларының мешур қараманы Робин Гуд. Оошен Шервуд айдутлары олған, достларынан Ноттингем янындаки Шервуд орманында ерлешіп, зенгинлерден алып фукарелерге пара дағытайды. Бір халқының өзінің Робин Гуды бар. Мераметлі, адалетлі айдут. Украинлерде бұл Алекса Доупуш ве Устим Кармелюк. Чеченлерде Зелимхан. Қырым татарларда есе Алим Айдамах. Бүгін Алим Айдамах ақында лаф етежекміз. Алим Айдамах кім о? Бұл керчектен де яшаған инсан ма acaba? Оның сымасы пек популяр олды. Оның ақында онларca kitap ve мақале yazıldı. Алим Қырым егеті деп адlandырылған китабында оның ақында малюматларны Қырым татар yazıcısı ve шайыры Риза Фазыл топлаған еді. Китапның башында müellif böyle яза. 19 асырның ортасында Қарасу базардан 15 километр ұзақлықта ерлешкен Көпірлі Кой қасабасында фухаре азаматның қорантасында дүнияға келген Алимнің намы зенгин Қырым татар фольклорының сайфелерінде алтын епнен yazılған. Амма Алим уйдырылған бір инсан дегілдір. Бұл milli қараман, яңлыс олып, адалетсізлік ве яманлықнен көрешіп, интиқам пешінде еді. Алим ақында білги ве малюматлар ағыз-ағыздан кечіп, бұл күнлерімізге қадар келді. Сүргінліктен қайтқан Қырым татар халқы бүгінде қараманның қатырасыны аңмақта. Бұна избат оларақ Қырым татарларының Кефе трассасы бойынша Алим доған Көпірлі Кой қасабасы янында ерлештірілген абидені қайд етмек мүмкіндір. 10 yıllık aralıkнен bu хал қараманы ақында эки бедей фильм çıktı. Bu эки кино iş arasında siyasi menzil pek büyük деп айтмақ мүмкін. Filmler farklı tarihi devirlerde çıkarıldı. Rejissör Вячеслав Висковский onu yazıcı Nikolay Popov'ның romanına esaslanarak yazdı. Baş rolünü filmde Sergey Tsenin aldı. 10 yıldan sonra ise Yalta kinostudiyası Alim деген filmni çıkardı. Onun rejissörü Georgi Tasin oldu. Sadece 10 yıl, lakin ne kadar büyük hadiselerini sığdırgan seneler oldu. Birinci Cihan Cenki, fevral ve oktyabr inkılapları, vatandaşlık cenki, 1921-1923 seneleri yüz bergen açlık, kırmızı terör. Neticede bolşeviklerinin galibesi ve Kırım Sovet Sosyalistik Cumhuriyeti'nin tüzülüvü. Sovet Muhtar Cumhuriyeti'nde milli gruppalarının inkişaf prinsiplerini belgilegen tamırlaştırу siyaseti Kırım'da tatarizasiya deb adlandırıla edi. Aynen bu vakit Kırım tatarlarının tarixi, medeniyeti, etnografiyası, arxeologiyası, öğrenilüvü inkişaf etmege başlay. 1924 senesi eski yurda yerleşken Kırkazizler деген kadimi Kırım tatar mezarlığında kazmalar keçirilgen edi. Анда Hüseyin Badaninski idareciliginde Bahçesaray Müzey hadimleri ve Şarkşınaslıq Asosiyatsiyasının ilmi temsilcisi Alexey Bashirov iştirak ettiler. Kazmalar neticesinde topraktan baş taş abideleri çıkarıldı. Onların üstünde çeşit Kırım tatar örnekleri oyulgan edi. Bu ise daha bir kere Bahçesaray teşkil etilmezden evvel mında Kırım tatarlarının yaşap özünün maişetini kurganının ispatıdır. 1925 senesi Bahçesaray Müzeyinin tesisçisi ve müdiri Hüseyin Badaninski için pek produktif oldu. O Alim filminde ressam mesliyatçı rolünü aldı.
Фильмнің яратылмасында дегер белі қарым-татар әрбаплары іштирак етті. Ве бұл фильмге айры бір тат қошты. Фильм Қырым-татар язычы ве драматургы Умер Ипченің пьесасына эсасланарак чығарылды. Украин шайри Микола Бажан ise бұл пьесаның үстіне сценарий yazdı. Георгий Тасин баш роллерге Қырым-татар ойынчыларыны давет етті. Алим роліні Қырым Совет Социалистик Жұмхуетінің халық артисті Хайри Эмирзаде алды. Баш қадын роліні ise Хайрinin Өмір арқадашы Дюльбер Асие Эмирзаде ойнады. Алим Айдамақның аяты эфсанелернен толу. Қарасув базарда о, зенгин карайым тижарет адамы Соломон Бабович янында çalışайды. О вақыт бұл адам шеріні идаре етеген. Алим Бабовичның қызы Рахилге ашық ола. Бұны бабасы бегенмей. Бұл кебі мөнәсибет девам етмемесі үшін Бабович әлемні ерлі описханеге қапата. Сербестлікке чыққан сон есе Алим айду тола. Ве чекіп алған ершені пұқаре инсанларға дағыта. 1926 сенесі чықарылған фильмде Алим Исянчы, Мурзави Мемуриет адамларынан күрешчі. Бұларның эпосы о вақытның инқилаби рухына ұйғын еді. Чекімлер Чадырдақ ве Айпетриде кечірілген екен. 1926 сенесі август айында есе фильмнің премьерасы олып кечті. Фильм пек муафақиетлі олып экран башына бір чоқ сейіржілеріні топлаған. Оның нұсқасы четелге де бір чоқ керелер сатылған. Баш қараман Хайри Эмирзаде ise советлер бойынша мешур йылдыз олып қалды. Советский экран деген мejmo 1927 сенесі ona бұйық мақале бағышлады. Мақаледе бөле yazılған еді. Хайри күлімсесе, онен берабер эпосы топлашған инсанлар күлімсейді. Жевап оларақ күлімсемемек имкансыз. Бұның үшін челнені арқанларнен бағлап, көзлеріні ise соғаннен сілмек керек еді. Кинорежиссер ilk кере Хайрының күлішіні көрген вақыт, оны санада, адым чықармаға енді башлаған еді. Бұ күліш бұтын фильмні мешур япар, деп айтқан еді. Хайри тек ойынчы дегел. О да Ақмесжитте Қырым-татар милли театрінде баш қараман роллеріні ижра етеді. Ама кендісі театр севмей. О санада өзіні хошсыз есете екен. Тарла, дақ, ат, сербест арекет, халық арасында бұлынув ве табиат. Іште бұларны Хайри пек севе. Киноны тапты. Қырым татарларны, оларның эфсаневи қараманыны ким ойнай біле деп сұрағанларда, эпосы күлімсіреп, бір сеснен Хайри деп хычырды. Незікке мемлекетті невбеттікі вақия бе тенденциялар ағыр олды. 1935 сенесі Алим фильмі янынан монтаж етілді. Ве яны муаририетнен прокатқа керсетілді. 21 апрель 1937 сенесі ise Украин фильм гизли қарарынен фильм ясақланды. Епсі копиялары ise yok етілді. 1937 сенесі Усейн Баданинский ве Умер Ипчи тұтылды. 1938 сенесі апрель айында ise Баданинскийні құршынға тізделер. Ипчіні ise uzun бір мүдетке описханеге махкум еттілер. Қырым Совет Социалистик Жұмхуретінің халық артисті Хайри Эмирзаде 1932 сенесі Бакуда Азеркино студиясында да чыққан еді. Мұнда оның ем баш, әмде пек мұйым олмаған роллері олды. Амма Алимның муафақиетіні о кенеде текрарлап оламады. Бұндан сон женг, сон Қырым татарларының сүргінлігі, Қырым мұхтариетінің ләғу етілігі ве актерджылық зенатында керексізлік. Сонки yılları meşhur aktör çizmecilik yapıp yaşamak için para
казанайды. Efsanevi alim Hayri Emirzade Bakuda 1958 senesi vefat etti. Alim filmi ise seyircilerinin karşısına onlarca yıldan son zemanevi günlerimizde kaydı. Men Biyana, növbetteki programımızda görüşkence.